Сепарация деген не? Қалай ата-анадан сепарация жасаймыз, сепарацияланамыз? Сәлем, сіздермен Алтынай, психолог. Сепарация, қарапайым тілмен айтатын болсам, бөліну. Сепарацияның үш түрі болады. Психологиялық сепарация, физикалық сепарация, әлеуметтік сепарация. Физикалық сепарация бөлек тұру, физикалық түрде. Бір үйде тұру ол сепарацияға жатпайды, әсіресе ұлдар. Ұлдарға бұл жақта енді ответственность, жауапкершілік алу керек. Мен жеке тұлға, ересек адам ретінде дамып жатырмын. Сондықтан да мен өзіме жауапкершілікті алып, бөлек тұрамын ата-анадан. Яғни бұл жақта бір үйде тұрып, взрослый позиция өту қиынырақ та, ересек позиция өту. Сондықтан да физикалық түрде бірінші бөлек, яғни сепарация. Көбінесе біз ата-анамыздың айтқанынан шықпай қаламыз. Ата-анамыз не деп айтады, соған біз сенеміз, соны орындаймыз. Ажырата білу керекті. Ата-ана ол жеке адам, жеке тұлға, индивид. Бала жеке адам, жеке индивид. Бала ата-ананың жеке меншігі емес, частный собственности емес. Ата-аналар көбінесе балаға сондай қарайды. Жеке меншік сияқты бір зат секілді. Жеке меншігің сенің затың, ал ол адам, ол бала, ол адам. Ол өзі жеке тұлға ретінде қалыптасу керек, яғни өзінің опытын алу керек. Ал сепарацияланбай жеке тұлға, яғни взрослый ересек позицияға өтуі екіталай, қиынырақ. Сондықтан да бұл жақта екі жақ бір-бірімен келісімге келу керек. Психологиялық сепарация эмоционалды бөліну, яғни ата-ананың ойы бөлек, сенің ойың бөлек. Сенің сезімің бөлек, ата-ананың сезімі бөлек. Яғни екі түрлі, әр түрлі болады. Бұл қалыпты нәрсе. Қатты дөрекі айту емес. Болды, мен кеттім, психологтар өстіп айтып жатыр екен, мен сепарация жасауым керек екенмін деген емес. Бұл үсті ғана да, үстіртін түсінетін нәрсе. Ал глубокий, тереңірек мағынасы, мен жеке адаммын ғой, мен ересек позициядамын ғой, мен өзіме жауапкершілікті алуым керекпін ғой деген терең ұғымда. Осыны мәдениетті түрде жұмсақ ата-анаға түсіндіру. Үшінші әлеуметтік сепарация, әлеуметтік социологиялық, яғни ата-ананың өзінің кругы болады, таныстары, достары деген секілді. Енді осыдан сепарациялану керек. Біз ата-анамыздың айтуына көніп қалғанбыз. Ана жұмысқа тұрасың, мынаған үйленесің, мынаны істейсің, мына кейін мен айтқанмен жүресің деген секілді. И осы кругта қалып кетеді бала. Енді осыдан сепарация жасау керек. Яғни ата-ананың кругы, өзінің кругы болады, таныстары, достары. Сенің өзіңнің әлеуметтік, яғни социологиялық қоғамыңды өзің қалыптастырасың. Жаңа адаммен танысасың, жаңа адамдарды кіргізесің өзің кругыңа. Сөйтіп жаймен сепарация болады. Оңды солына қарамай не үшін жасап жатқаныңды түсінбесең, бұл жақта енді қирайсың, точно қирайсың. Сондықтан да осылай бір крайностьтан екінші крайностьқа түспес үшін екеуінің ортасын ұстану керек. Золотая середина, алтын орданы. Ата-анаға қатты сөйлемей, қатты дөрекі болмай, үйретпей, сен білмейсің, мен білем емес, мәдениетті түрде, жұмсақ түрде жеткізу. Бұл жақта ренжітіп алмау өте маңызды. Әрі қарай сепарация жақсы, сондай нотада болса, әрі қарай да өмірің сондай жақсы болады. Өзіңнің өмірің, өзіңнің жауапкершілігіңде. Парақшаға тіркел, сақтап ал, бөліс.